Саламатсыздар, құрметті тыңдармандар. Төр Алтайдың әдеби әлемі клубының кезекті бір ақынымен сіздерді таныстыра кетейін. Тауфикова Назым Кәмелқызы бүгін бізде қонақта. Назым, енді бұл біздің сәті түскен сұхбат деген айдарымыз. Кітапханамызда осылайша оқырмандарға клубтың мүшелерін, жалпы өлкеміздегі ақындарды, қаламгерлерді таныстырып отырамыз. Енді өзің жайлы қысқа-нысқа айтып жіберсең. Қайырлы кеш баршаңызға. Мен Тарбағатай ауданының тумасы, Қаламай ауылында туып өскен Назым Кәмелқызы боламын. Отбасымдағы ең кенже қызымын. Өзім кішкене кезімнен, бала кезімнен өлең жазып жүрмін. Осы жақында ғана Төр Алтай клубының ақыны болып қабылдандым. Яғни клубқа мүшелікке өттің. Осыған дейін біз осы Өскемен қаласында Назым деген ақын қыздың барын білмедік расында. Осы клубтың арқасында Өскеменде жүрген қаншама жас таланттардың, болмаса енді жазып жүрген адамдардың дарынын ашып, одан ары қолдау көрсетіп, біріне-бірін таныстырып жатқан жайымыз бар. Енді жалпы шығармашылығың туралы айтсаң, кітаптарың жарық көрді ме? Қанша әндерің бар? Өлеңдеріңді қалай насихаттап жүрсің? Жалпы өзім осы Төр Алтай клубына келгеніне өте қуаныштымын. Алдымен Төр Алтайда Алтайдың ақын арулары жинағына еніп, сол арқылы осы клубқа мүшелікке кірдім. Оған дейін Facebook, Instagram желісі арқылы ғана өлеңдерімді салып, бір аздаған оқырмандарым бар. Сол арқылы ғана насихаттап жүргем. Өзім кішкене кезімнен өлең жазам. Бала кезімде Тарбағатай ауданында үлкен мүшәйра болған, аудандық Тарбағатай ауданы бойынша. Сол Ақсуат ауданында бір бас жүлде алған кезім болған, Чорғаның достары ағайы деген. Одан кейін мектеп бітіргеннен кейін өзім басқа салада білім алғаннан кейін кішкене шығармашылығын жылы жауып қойдым. Сосын тұрмысқа шықтым дегендей. Кейін бертін келе өзімнің өлең шығармашылығымды қолыма алып, тек қана осы әлеуметтік желі арқылы ғана шығармашылығына насихаттап отырсың. Сонда біздің Шығыс Қазақстан облыстың әкімінің жәнегі қолдауымен шығып жатқан Абай әлемі сериясымен шыққан биылғы жылға Алтайдың ақын арулары деген жинаққа сен бірінші рет кітап болып шығып отыр, шығармашылығың оған дейін жинаққа шыққан жоқ. Жалпы газет журналға беріп тұрған жоқсың ба? Жоқ, жалпы ешқандай редакцияға барып өзім өлеңді ұсынып көрмеппін осы уақытқа дейін. Өлеңді не үшін жазасың? Өлеңді не үшін жазғанда енді өзім бала кезімнен бойымда дарын, талант болғаннан кейін, шабыт келгеннен кейін жазам. Ал шабыт келген дегенді қалай түсінуге болады? Мысалы, кейбіреулер мен естимін, енді ақын емеспін, өлеңді түнде жазам дейді, болмаса өзі құйылып тұрады дейді, болмаса блокнотқа жазып жүрем, әйтпесе ұйқыстар қашып кетеді дейді. Сен қалай жазасың? Басқа ақындарды білмеймін, өзім мысалы өзі өлеңдер шумақ-шумағымен келіп тұрады. Мен негізі алдын ала мен осындай тақырыпта жазамын, осындай жазайыншы деп алдын ала жоспарламаймын. Аяқ астынан өзі келіп қалады. Сол кезде бұрын дәптерге қолыма қалам алып, әйтеуір ұмытылып қалмас үшін жазып отыратын. Қазір бірден өлең жазамда Facebook парақшасын саламын, Instagramға саламын. Фейсбукта оқырмандарың көп, өзіңнің қалыптасқан оқырмандарың бар? Соншалықты көп емес, енді біраз бар. Енді осы жақында байқадым, біраз әндерің бар екен. Бір 5-6 әнге өлеңге ән жазылды. Оның бәрі жаңағы сабақ сәтімен дегендей, өзім осы қайтадан шығармашылық қолыма ала бастағанда өзі алдымнан бір адам не тілесе Алла соны беріп тұратын сияқты ниетіне қарай береді ғой. Сол әртүрлі, мысалы, ақындардың чаты, WhatsApp желілерінде әртүрлі көп кісілермен танысып, сол топтарда міндетті түрде сазгерлер кезігеді. Солардың несімен ойналған арманың орындалып жатыр, е? Жалпы бала Назымның арманы қандай болды? Мен өзі кішкене кезімнен өзім арманым, өзім
өзімді бір ақын ретінде, бір белгілі, бір танымал ретінде елестететінмін. Өзім арманым солай болатын. Өзім кәдімгідей көз алдыма елестетіп, мен осылай көшеде келе жатсам, менен елдер алдынан жөгіп шығып автограф алады, менен сұхбат алады. Жаңағыдай осылай деп мен сұхбат берем, жинағымды шығарам, жинағымның аты «Сыр мен сезім» болады. Өзім бала кезімнен сондай ат қойыппын, «Сыр мен сезім» деп. Кейін өзім жақында туыстарыма таратқанда бір кітап қана емес, бір блокнот ретінде шығарып таратып бердім, туыстарға сый ретінде. Сонда еш ойланбастан «Сыр мен сезім» деп жаздым. Мен келешекте жоспарымда бар, өзімнің жеке жинағымды шығарып, үлкен презентациясы өткізу. Сол жинақтың аты да міндетті түрде «Сыр мен сезім» болады. Өйткені бала кездегі қойған атым сол. Армандар орындалады. Назым, енді өзіміздің сұхбатымызды ары қарай жалғастырайық. Жалпы барлығымызда әйел заты болғаннан кейін, әйел бақыты дегенді қалай түсінесің? Әйел бақыты дегенді біріншіден әйел адамға өзі не керек екенін білу керек сияқты. Мысалы, кейбір көбінде қазір қыздар, мысалы, оқысам, карьера қылсам, белгілі бір мақсатқа жетсем, белгілі бір тұлға ретінде қалыптассам деп көп қыздар сондай мақсат қояды. Енді әркім бақыт деген әртүрлі түседі ғой. Менің ойымша әйел бақыты деген бірінші тұрмысқа шығу, балалардың анасы болу, келін атану. Сол қазір мен өзімді бақытты деп санаймын. 4 балапаным бар, өзім тұрмыстамын, тұрмыс жағдайыма өте өзім ризамын. Енді әйел бақытты болу үшін адамға бір ғана нәрсе жетпейді. Мысалы, бір жағы жақсы болып тұрса, бір жағы ақсап тұрады ғой. Енді толық бақытты болу үшін мен енді осы шығармашылығымды алға жылжытып, бір елге танымал бір ақын қыздар ретінде танылсам, одан әрі бақытты болар едім деп ойлаймын. Яғни балалық арманың, иә? Және сенің Алла берген талантыңды одан ары қарай халыққа беру. Иә, халыққа өнеріңді ұсыну. Енді солай алдыға жүру үшін, арманыңа жету үшін адамға мотивация керек, энергия керек. Жалпы өмірде мотивацияны қайдан аласың? Мотивацияны, мысалы, әркім әрқалай алады. Мысалы, мен өзім белгілі бір адамдардан аламын. Мысалы, енді басқа мамандық, мысалы, мамандық ретінде болса, мысалы, мұғалім болса, кейбір белгілі бір осындай бір атақты мұғалімдер болады ғой, дәл осы кісі сияқты мұғалім болсам екен деген сияқты бір не болса бір жетістікке жеткен адамдардан. Мысалы, мен енді өзім қазір осы ақындардың ортасына кіріп араласқаннан кейін елге танымал бір белгілі бір жазушылар одағында төрінде отырған, бір кітаптары шыққан сондай кісілерден мотивация аламын. Және осы Төралтай клубы келгелі маған өзіме нақты түрде мақсат қоя бастадым. Мен мысалы, неге мен мысалы осы кісілер жеткен жетістікке мен жетпеске дегендей, неге мен жинағымды шығармасқа, поэзия кешін өткізбеске, неге мен мысалы елдің алдында бір танымал бір ақын ретінде танылмасқа дегендей. Олардан қай жерім кем деген сияқты, өте жақсы. Енді Назым, соңғы сұрайтын қонақ келді дейді ғой, бір өлең оқып берсең, сонымен бүгін сұхбатымызды аяқтасақ. Жалпы мен көп өлеңдерім лирика бағытында болғаннан кейін сырға, сезімге толы. Көп жерлерде үнемі махаббат жайлы өлеңдерді оқып жүрмін. Көбінде сұрайды, сіз ең болмаса бір Тарбағатай ауданында үлкен бір тарихи жерде өсіпсіз, сондай бір ортадан шыққанда сізде бір арналған өлең жоқ па деп көп сұрап жатады. Сол Тарбағатай ауданында Зайсан көлінің жағасында дүниеге келдім ғой енді. Сол Зайсан көліндегі Чорға ауылына бұл өлкем деген өлең жоқ бір. Бұл өлке Зайсан көлім жағасында, сағымды шилі қамыс арасында, бұл жақта менің сәби іздерім бар, белінде, қиясында, жарасында. Бұл өлке жусан иісі аңқыған жер, туған жер құсы көкте қалқыған жер, асыр сап ойнақтаған құлынтайдай, балалық балғынша бақыт шалқыған жер. Бұл өлке Зайсан көлім тербелген жер,
жағасын жайлау өтіп ел керген жер, береке рызқыды тасып тұрған, өтеңге несібесін бермеген жер. Күз түзеп жазда жайлау жайлаған жер, жылқы ойнап желге ап байлаған жер, шытынап шымыр қатты аязы бар, қыс қамын жаздан бастап сайлаған жер. Тауы биік өлкемде тұнық аспан, бөктерінде қасқыр болып бұғы қашқан, кең даласын аңсатып таза ауасын, бүгін менің сағыныштың мұны басқан. Бұл өлке кіндік қаным тамған жерім, ойнақтап талай асыр салған жерім, тірліктеп туған елден жырақтаумен, сағыныш сағым жерім, арман жерім. Бұл өлкем Зайсан көлдің жағасында, сағымды шилі қамыс арасында, мен келсем балалықтың кілтін іздеп, бәз баяғы қалпымен қарсы аласың ба? Туған жерге деген сағыныш, жалпы туған жердің малтатасын ұстап көрмеген баладан бездейді. Сондықтан да әркімнің туған жері өзіне жұмақ. Назымен шығармашылығын өрлей берсін, аңсаған арманыңа жет, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.